Тұрғындардың қаржылық сауаттылығы, ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды сұрақтарды зерттей келе, біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Шарт дегеніміз өзара құқық пен міндеттемелер туралы екі немесе бірнеше тұлғаның жазбаша келісімі. Шарт дегеніміз әр келісімге отыратын тұлғалардың өзі мен өздерінің мүдделерін қорғаудың әдісі болып табылады. Шарт төмендегілер үшін қажет: не туралы келіскенін есте сақтау, не туралы келіскені жайлы түсіну, бұрын қозғалмаған талаптарды талап етпес үшін, шарттарды өзгертпес үшін, екі тараптан да келісім мәнінің бұзылмауынан қауіпсіздендіру үшін, мүмкін болатын тәуекелдерді азайту үшін. Шарт түсінікті, айқын, қауіпсіз, клиент үшін де, ұйым үшін де болуы керек. Болат кезекті кредитін алу үшін келген болатын, және оны айтарлықтай тез алды. Кредиттік қызметкер ілтипатты адам болатын. Сол себепті кредиттің негізгі шарттары туралы айтып берді. Пайыздық мөлшерлеме, комиссиясы мен төлем кестесі. Болат әдеттегідей шартты оқымастан қол қоя салды. Ол кішкене әріппен жазылған, 5 бет, түсініксіз терминдер. Оған қоса өзгерістер мен толықтыруларға арналған сілтемелер көрсетілген. Арада 5 ай өтті. Болат кредитін уақытылы өтеп келеді. Кенет ескерту қағазын алды. Онда ай сайынғы төлемді бастапқыда белгіленген сомадан әлде қайда көбірек сомада төлеу керектігі жазылған. Ол шартта белгіленген пайыздық мөлшерлемеге қарап, төлем кестесімен салыстырып көріп еді, барлығы дұрыс секілді. 2 аптадан кейін ол төленбеген берешегі бар және оған қоса өсім пұлды да дереу төлеу талап етілген тағы бір ескерту қағазын алды. Болат хабарландыруды қателесіп жіберген болар деген сеніммен банкке келді. Бірақ кредиттік қызметкермен сөйлескеннен кейін оған бәрі түсінікті болды. Шартта кредиттік мекеме қарыз алушының келісімінсіз кредиттің пайыздық мөлшерлемесін бір жақты өзгерте алатындығы көрсетілген екен, және оны сілтемеде кішкене әріппен жазған. Нәтижесінде шартта белгіленген жағдай орын алды. Пайыздық мөлшерлемені банк өсіріп жібергендіктен аталмыш берешек орын алып отыр. Болаттың білдірген ренішінен еш нәтиже шықпады. Білдірген наразылықтарына бір ғана жауап алды. Бұл шарт сіз қол қойған кредиттік шартта көзделген. Болаттың жағымсыз тәжірибесінен көрсететініміз, клиенттің өзін қауіпсіздендірудің бір ғана мүмкіндігі бар. Шартты мұқият оқып, оның мәтініндегі мазмұнды дұрыс ұғыну және онымен келісетін, келіспейтіндігіңізді айқындау. Аса бір мұқияттылықты талап ететін кредиттік шарттың тармақтарын қарастырайық. Шартта пайыздық мөлшерлеменің өзгеруі туралы айтылса, бұл өте қауіпті шарт болып табылады. Себебі ол кредиттік мекеменің кредит бойынша төлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Кішкене әріппен жазылған сілтемеде клиентке маңызды ақпарат болуы мүмкін. Кредитті өтеу кіріс кассалық ордермен және фискалдық чекпен расталуы тиіс. Кредитті төлемеген жағдайда қандай тәуекел орын алатынын ұғынуыңыз үшін қамтамасыз ету құны мен кредит көлемінің арақатынасын білу маңызды болып табылады. Егер сіз өзге тұлғаға кепілгер ретінде жүрсеңіз, сіз оны жақсы тануыңыз және оның төлем қабілеттілігіне сенімді болуыңыз керек. Назар аударыңыз, сіздің жеке басыңызды растайтын құжат пен оның көшірмесін кредиттік мекеменің қызметкеріне қалдыруға болмайды. Өз құжаттарыңызға мұқият болыңыз. Сіздің әл-ауқатыңыз өзіңізге ғана байланысты екенін естен шығармаңыз.